Все, ең бірінші, мен қазір есімім Нұрбақыт, Патаннан осы сендерге марафонда сабақ беретін боламын, яғни препараттарды талдайтын боламыз. Бүгін алғашқы 22 макропрепарат талдаймыз. Бірінші макроны талдамас бұрын, яғни сессия қалай өтетінін сендерге айтып кетсем, яғни Патан сессиясы қалай болатынын, потому что біз алдыңғы бірінші семестр тапсырған соң, уже қалай болатынын білеміз, яғни ол жолды өтіп болған соң, қай жерде поворот, қай жерде яма бар екенін білеміз. Сол сендерге құлақ қалмас үшін, типа қалай өтеді, уже психологически дайын тұрсын деп, өту процесін айта кетейін. Ең бірінші тура РК-дағыдай макропрепарат және микропрепарат болады, және әрқайсысының өзінің сұрақтары болады. Соған байланысты тек сол сұраққа нақты жауап жазу қажет ол жерде. Яғни ваданың қажеті жоқ. Артық, мысалы үшін асқынуы десе нәтижесін жазып қойсаң, ол уже тоже минус болады, ал нәтижесіне асқынуын жазып қойсаң, ол тоже минус болады. Сол үшін не сұрайды, соны жазу керек. Және мынандай тоже бір нюанс бар. Мысалы макропрепарат келіп тұрса, сен оған микропрепаратты микроскопиялық сипаттамасын жазудың қажеті жоқ, яғни цитоплазмасы, мембранасы деген сөздер қажет жоқ. Яғни макропрепарат деген ол сен көзбен не көріп тұрсың, соны ғана жазасың. Яғни көлемі өзгермеген, яғни пішіні осындай, түсі осындай деген сияқты, яғни беткейі тегіс немесе кедір бұдырлы, яғни сол заттарды жазу керек. Бұл препаратқа қатысты заттар. Енді тест айта кетейін. Тест тоже РК-дағыдай көп жауапты болады, бірақ ол жерде кішкене өзгешелік болады сессияда. Шатаспасам 8 сұрақ болады тесттен. Ол жер және қиындық деңгейіне байланысты бөлінген. Алғашқы 3 сұрақ ол жерде тек теория болады. Қалғандары ситуациялық задача болады. Ситуациялық задачада соңғы 2 сұрақта вариант болмайды. Яғни без варианта беріледі, тек сұрақ беріледі. Ол жерге сіздер өздеріңіз қолмен жазасыздар, яғни варианты болмайды, не сұрайды, соны жазасыздар. Және де Патанда оқыған кезде көбінесе логикаға салып, яғни түсініп оқыған дұрыс, тупо жаттап алған ол сессияда көмектеспейді, себебі ол жерде ситуационный задачаларға сіздің тупо жаттанды білімдеріңіз көмектесе алмайды, тек кішкене логикалық тұрда клиническое мышление қосып солай жаттау керек. Және бояуларды тоже жаттау керек, яғни майтыны қандай бояумен боялады, судан 3, пикрофуцин деген бояулар бар ғой, соларды тоже қарап алыңыздар. Аутопсияны тоже қарап алыңыздар. Яғни осы мен сіздерге беретін кеңес болып табылады. Енді қазір препараттарды бастайық. Бүгін алғашқы 22 препарат, қазір демонстрация қосам. Даусым көрініп тұр ма слайд барлығына? Бірінші препарат бізде бауыр абцесі. Бауыр абцесі ең бірінші критерийлерді біліп алу керек препаратқа байланысты. Ең бірінші критерий ол атауына жазасыздар бауыр абцесі. Бауыр абцесі деп жазасыздар. Екіншісі ол бізде жіктелуі обязательно. Жіктелуі ол бізде абцес дегенді білесіздер ғой, қабыну. Ол ең бірінші, яғни қабыну. Мына жаққа мен негізі жазып қойғам. Біріншісі атауы, екіншісі жіктелуі, сосын жіктелуінде қабыну, эксудативті қабыну, іріңді қабыну, абцесс, және абцесс деген ол шектелген іріңді қабыну, яғни осыны да көрсетіп кеткен дұрыс. Және сипаттамасында міне суреттен қарайық. Мен сіздерге береткен ғой апта сайын, яғни бірінші практикалық сабақта осындай препараттарды саласыздар деп. Сол жерден алдым мына суреттерді. Яғни мына жерде көріп тұрғандай бауыр пішіні сақталған, бауыр пішіні үлкеймеген, өзінің сақталған, массасы мен көлемі ұлғаймаған. Тілгенде, яғни мына жерде разрез көріп тұрсыздар ғой, көлемі әртүрлі, мына жерде, мысалы мына жерде үлкендеу болып тұр, мына жерде кішіреу болып тұр. Дөңгелек немесе бұрыс пішінді сары жасыл іріңді қуыстар пайда болған. Міне сары жасыл іріңді қуыстар пайда болған. Және қуыстардың консистенциясы тығыз, түсі боз, дәнекер тінді қабық айқын шектелген. Дәнекер тінді қабық деп отқанымыз шетіндегі дәнекер тіндері ғой, осыларды айқын шектелген деп жазу керек. Және де ірің түсіп тұрған пиогендік мембранасын көреміз. Пиогендік мембрана дегеніміз ол жерде екі тін болады, яғни сыртынан қоршап орналасқан грануляциялық және ортасында орналасқан пиогендік мембранасы болады. Пиогендік мембрана дегеніміз ол яғни іріңді түсетін сол жер болып табылады, яғни пиогендік мембранасы болады. Және де бұл жерде іріңді ошақтарды көреміз, және іріңді ошақтардың арасындағы қан толымдарды көруге болады. Қан толымдар деп отқанымыз, мына жерде қызыл ошақтарды көріп тұрсыздар ма? Ақтар тұр ғой, ақтардың жәнінде қызыл нелер көрінген. Бұлар бізде осы қан ошақтары, іріңді қан ошақтар. Осы іріңді қан ошақтарды мұны сипаттамасына жазамыз. Мен мына жерге көрсетіп қойғам тоже. Осыдан оқып аласыз. Бұл документ сіздерге қазір соңында жіберіледі. Даму механизмі, бұл жерде іріңнің құрамында нейтрофилдер, лимфоциттер, макрофагтар, өлетін микробтар болады.
және іріңнің түсін бағана айтып кеттік, сарғыш жасылдау, қоймалжың сұйықтық, және де бағана іріңді қабықшаны және фиброзды тіндерді айтып кеттік, пиоген мембрана. Енді себептеріне, осы себептерін нақты жазу керек, вада керек жоқ, яғни нақты жазу керек. Міне бірінші олар іріңдеткіш микроорганизмдер: стафилококк, менингококк, гонококк, стрептококк, туберкулез микобактериясы, саңырау құлақтар, клепсиялар, салмонеллалар. Бұл себептері. Енді осы патология кезіндегі асқынуларды айтамыз. Абсцесс кезіндегі асқынулар, ең бірінші олар сепсис, септикопемия. Сепсис деген білесіздер ғой, организмге бүкіл қанға іріңді таралуы, яғни септикопемия деген осы іріңнің қанға түсуі деген мағынаны білдіреді. Және микробты эмболия, микробты эмболия. Эмболия дегеніміз, оны да білетін шығарсыздар, қан тамырларының қуысының осы микробпен бітелуін микробты эмболия деп атайды. Перитонит, іш қуысының қабынуы, қан кету, диафрагма астылық абсцесс. Бұлар асқынуына жатады. Нәтижесін жазған кезде жағымды және жағымсыз жақтарын жазу керек обязательно. Жағымды жағына қалпына келу, яғни іріңнің сорылып қалпына келуі. Тыртықтану дегеніміз дәнекертіннің басуы, яғни бағана іріңді жерлердің дәнекертінмен басуы. Инкапсуляция, петрификация дегендер осының бәрі дәнекертіннің, яғни сол жерді басуы болып табылады. Склероздану, киста даму, жүдеу және қан кету. Бұл жағымды жақтар. Ал жағымсыз жақтарына бағана іріңнің таралып, септикопемия және осы септикопемияның әсерінен өлімге ұшырауын жағымсыз деп жазамыз. Негізі осы нәтижесін білмей жатсаңыздар, жағымсыз нәтижесін білмей жатсаңыздар, өлім деп жаза бересіздер ғой. Сосын мынау бірінші препарат бітті, түсінікті деп ойлаймын, иә? Бірінші препарат дауысым естіліп тұр ма? Иә, түсінікті. Мынау бағана бірінші препаратты түсіндірдім ғой сіздерге. Бұл сіздердегі документтегі препарат, ал мынау қосымша препараттар. Осыларда келіп қалуы мүмкін. Патан кафедрасы, білесіздер ғой, олар сондай қинағысы келеді студенттерді, құлатқысы келіп, сол үшін кішкене қосымша басқа препараттар беріп қалса деген мақсатта осы қосымша препараттарды қосқан болатынбыз. Документті жіберген соң жаттап аласыздар ғой. Енді бізде екінші препарат, ол бізде бүйрек амилоидозы. Мынау препарат міне сіздердің документтеріңіздегі. Бірінші атауы бүйрек амилоидозы, немесе оны тағы қосымша атаулары бар. Бұларды тоже көрсетіп кеткен өздеріңізге. Плюс негізі көрсету керек. Үлкен майлы бүйрек немесе үлкен ақ бүйрек деп атайды. Жіктелуі дистрофия, строматамырлық дистрофия, соның ішінде диспротеиноз, оның ішінде амилоидоз, оның ішінде бүйрек амилоидозы. Сипаттамасына келетін болсақ, бүйректер ұлғайған, міне көруге болады, бүйректер ұлғайып тұр. Тығыздалған, беткейі тегіс, міне яғни беткейін көріп тұрсыздар ғой, тегіс болып тұр, ешқандай түйіршіктер ештеңе жоқ, беткейі тегіс. Немесе кейбір жағдайларда сәл түйіршікті болуы мүмкін деп көрсетілген кітапта. Түсі күңгірт, кейде ақшыл сары болуы да мүмкін. Және кесіндіге разрезе қарағанда ол майлы болып көрінеді. Және қыртысты және милы қабаттар болады, ол бізде бүйректің анатомиясынан білетін болсақ. Олардың шекарасы анық емес. Себебі бағанағы амилоидоз деген ауру, ол негізі аномалиялық аномалиялық заттардың көбеюінің нәтижесінде пайда болады ғой. Сол екеуінің ортасындағы границаны жоқ қылып жібереді. Соның нәтижесінде қыртысты және милы қабатын ажырата алмай қаламыз, яғни разрезден қараған кезде. Бұл бізде сипаттамасы. Енді этиологиясы негізі амилоидоздың 3 түрі бар. Біріншілігі амилоидоз, екіншілігі амилоидоз және қайталама амилоидоз. Ол әр түріне байланысты әртүрлі себептер болады. Біріншілік амилоидоз, ол бізде көбінесе тұқым қуалайтын гендік аномалиялардың нәтижесінде пайда болады. Біріншілік амилоидоз, ол яғни басқа аурудың сопутствующий болезнь емес, ол тек амилоидоз ғана, яғни біріншілікті ауру болып табылады. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Ал екіншілік амилоидоз деген ол басқа ауруға сопутствующий болезнь сияқты болуы мүмкін, яғни соның асқынуы нәтижесінде. Ол бізде көбінесе созылмалы абсцесс, туберкулез, миеломды ауру, бронхоэктаз, ревматоид артрит, созылмалы остеомиелит, постдизентериялық созылмалы ойық жаралы колит деген сияқты аурулар. Яғни олардың асқыну нәтижесінде осы бізде бүйректің амилоидозы дамиды. Ал қайталама амилоидоз дегеніміз, ол яғни рецидив береді, яғни сәл бәсеңдеп қалып қайтып пайда болуы мүмкін амилоидоз. Ол бізде мерез, туберкулез, безгек, бронхоэктазиялық ауру, плевроэмфиемас, остеомиелит, септикалық эндокардит, ревматоид артрит, бүйрек ісіктері кезінде, бехтерев ауруы кезінде, ойық жаралы колит кезінде пайда болады осы ауру, қайталама амилоидоз. Осыны негізі көрсетіп жазған дұрыс, бөліп әрқайсының түріне әртүрлі себептерді.
Енді осы бүйрек амилоидозың өзінің асқынуына келетін болсақ, ол бізде үш асқыну бар. Ең бірінші асқынуы, яғни бәріміз білетін созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі. Созылмалы бүйрек жеткіліксіз кезінде, яғни организмнің сыртқа шығару, яғни зәр шығару қызметі бұзылады. Скорость клубочковой фильтрации төмендеп кетеді. Екіншісі иммундық жетіспеушілік. Бұл бізде амилоидоз тоже инфекциялық аллергиялық ауру болғандықтан бұл жерде иммундық жетіспеушілік пайда болып, иммундық жетіспеушіліктің нәтижесінде бізде басқа аурулар пайда болып, оның асқынуына алып келуі мүмкін. Ондай аурулар бізде пневмония немесе паротит деген аурулар мысал ретінде көрсетілген. Үшінші асқыну ол бізде нефрогендік артериялық гипертензия. Және нефрогендік артериялық гипертензия кезінде қан қысымы өте жоғары көтеріледі. Оның көтерілу себебі бәріміз білеміз, бүйрек ол бізде қан қысымын реттеуге қатысады. Ренин, ангиотензин, аллостероновая система дегенді естіген шығарсыздар. Сол арқылы қан қысымын реттеуге қатысады. Ал бүйрек амилоидоз кезде ол функциясы бұзылып, бүйректің, яғни артериялық қысымды ретке алмайды, содан артериялық қан қысымы өте қатты жоғары көтеріліп, соның нәтижесінде асқынулар болады. Оларға инфаркт, қан кету, жүрек жеткіліксіздігі жатады. Яғни логикаға кішкене салсаңыздар, асқынулары нәтижесін жақсы жазып беруге болады. Уже бағана клиническое мышление кетіп жатыр да, бүйрек істен шықты, яғни артериялық қан қысымы жоғарылады. Артериялық қан қысымы жоғарылағаннан кейін бізде уже инфаркттер дамуы мүмкін, жүрек жеткіліксіздігі дамуы мүмкін, қан кетулер дамуы мүмкін. Яғни осылай цепочкамен жаттап алсаңыздар өздеріңізге кішкене түсінікті болады. Енді нәтижелері, жағымды нәтижелері, ол бізде, яғни бүйректің созылмалы жеткіліксіздігінде бізде очевидно гемодиализ. Гемодиализ дегеніміз білетін шығарсыздар, яғни аптасына 2-3 рет барып отырады, ауырлық дәрежесіне байланысты бүйректің қызметін басқа бір аппарат жасайды, жасанды аппарат. Немесе бүйрек трансплантациясы, яғни бүйректі толығымен ауыстыру қажет болады. Жағымсыз нәтижелеріне бүйректің екіншілік бүрісуі, бұл тоже амилоидоздың асқынуы нәтижесінде пайда болады, және оның бүйректің жедел жетіспеушілігі нәтижесінде өлімге алып келуі мүмкін. Жағымсыз нәтижелері. Бұл бізде екінші препарат, бүйрек амилоидозы. Мынау басқа препараттарды тоже жаттап алыңыздар, мынау көрсетілген сіздердің документтеріңіздегі препарат. Енді үшінші препарат, ол бізде жүрек атрофиясы. Негізі тез сөйлеп кетіп жатқан жоқпын ба? Егер түсінбеген жайларыңыз болса, сразу сұрақ қойып, перевод етіп болуға болады, яғни сұрақ қоюға болады. Мен просто тез сөйлеп, чтобы уақыт экономдау үшін сөйтіп жатырмын. Хорошо? Енді үшінші препарат жүрек атрофиясы. Дауысым естіліп тұр ғой, иә? Естіліп тұр. Жүрек атрофиясы. Жүрек атрофиясы сіздерде көрсетілген препарат мынау болу керек, документте осы. Атауы ең бірінші жүректің қоңыр атрофиясы немесе миокардтың қоңыр атрофиясы деп жазуға болады. Екеуінде жазсаңыз қате емес. Екіншісі жіктелуі. Бұл жерде екі жіктелуді қарастыруға болады. Бірінші ол бізде аралас дистрофия. Оның ішінде хромопротеидтік, липидогендік, липофуциноз. Себебі жүректің қоңыр атрофиясы осы липофуциннің жиналуы нәтижесінде пайда болатынын білеміз. Және екінші классификация ол бізде адаптация, соның ішінде компенсация, соның ішінде атрофия. Атрофия дегеніміз білетін шығарсыздар, органның функциясының дұрыс атқармауы, яғни көлемінің кішіреюі, пішінінің кішіреюі нәтижесінде пайда болады атрофия дегеніміз. Енді сипаттамасы жүректің формасы сақталған, яғни жүректің формасы өз қалпында болады, яғни үлкеймеген, кішіреймеген, бірақ салмағы азайған болады. Атрофия дегеніміз, бағана айттым ғой, мөлшері мен салмағы азаяды. Яғни функциясын дұрыс атқармау нәтижесінде салмағы мен мөлшері азаяды. Түрі бұлыңғыр болады. Эпикардтың майлы тіндері бұл жерде жоғалып кетеді. Эпикардтың майлы тіндері дегеніміз, эпикард деген жүректің сыртқы қабаты ғой. Сол жерде негізі майлы тіндер болу керек. Майлы тіндер жоғалып, ол қоңыр түсті болып кетеді да, оның жоғалу себебі ол жерге липохромдардың жиналуына байланысты болады. Ол липохромдар жиналып, ол жерге наоборот ақшыл сары түсті нені беруі мүмкін. Және де бұл жерде тамырлары иреліктенген, мына жерде көріп тұрсыздар ғой. Тамырлары иреліктенген болады. Және тамырлары тарылған болады. Бұл тамырлары иреліктенген тарылған болуы бағанағы майлы тіндердің жоқ болуының нәтижесінде пайда болған. Оның жоқ болуы бағана липофуциннің жиналуының нәтижесінде пайда болады. Түсіндіңіздер ғой? Және қоңыр түс беруі де осы липофуциннің жинақталуының нәтижесінде. Және бұл жерде бұлшық ет талшықтарының жұқарып кеткенін байқауға болады, атрофия болғандықтан, және жүрек ядросының да мөлшерінің азайғаны болады. Яғни бұлшық еттердің ішінде ядролардың азайғанын көруге болады, жүрек бұлшық еттерінің талшықтарының жұқарып кеткенін көруге болады, және бағана көлемі мен мөлшерінің кішіреюі. Ол жерде негізі нақты жазу керек, бағана қоңыр түске не істеген, қан тамырлары иреліктенген, қан тамырлары тарылған, көлемі мен мөлшері кішірейген.
Және тағы да бір лайфхак айтайын сіздерге. Мысалы үшін сипатталуын ұмытып қалып немесе білмейтін сипаттауларыңыз келсе, препаратқа қарап отырып, мысалы үшін не көріп тұрсыздар, соны жаза берсеңіздер болады. Мысалы түсі осындай сарғыш түсті, көлемі ұлғайған, мысалы көлемі кейбіреулердің көрініп тұрады уже ұлғайғаны. Мысалы беткейі тегіс емес болып тұрса, беткейі тегіс емес деп, яғни бос парақ өткізгеннен гөрі дым жазбай хотя бы бірдеңке жазып өткізу керек. Сосын тағы да бір лайфхак, мысалы үшін препараттың атауын білмей жатсаңыздар, ол тест береді ғой сіздерге парақ. Сол тесттің ішіне жазылып тұрады. Бірінші сұрақта мысалы бүйтіп жазылып тұруы мүмкін. Мынау жүректегі патологиялық процесті сипаттаңыз деп. Сен уже ана препараттың микропрепаратқа қатысты айтып жатырмын мен қазір. Мысалы үшін оның сен микропрепаратты білмейсің ғой түріне қарап. Ол кезде ана уже сұрақта жазып қояды жүректегі патологиялық процесс деп. Сен уже білесің уже кардиомиоцит екенін, уже соған қатысты препараттарды есіңе түсіріп, соған қайсысына ұқсайды, уже соған қарай уже ыңғайланып, соны жазуға тырысасың. Сосын енді даму механизмі келейік, сипатталуын айтып кеттік. Даму механизмі бұл жерде бағана липофуцин пигменттерінің гранулаларының миокард цитоплазмасында көптеп жиналуына, жүректің қоңыр түске айналуы, және олардың қышқылданып тотуы, липидтердің қышқылданып тотуы, соның арқасында бағана майтіндері жоғалады, және олардың полиқанықпаған липидтердің асқын тотуы байқалады осы даму механизмінде. Енді себептері, бұның себептері өте көп. Ненің жүректің қоңыр атрофиясының ең бірінші ол миокардқа физиологиялық және патологиялық жүктеме түскен кезде, дұрыс емес және құнарсыз тамақтану, жүрек бұлшық етінде зат алмасудың бұзылыстары, жүректің қызметі әлсірегенде, жүрек қоректендіретін қан тамырлары тарылғанда, қысым түскенде, импульс өткізгіштері үзілгенде, физикалық және химиялық факторлардың болуы мүмкін, инфекциялар, интоксикация, алкоголь, наркотик, гипоксия, қан айналымының болмауы, кәрілік, сосын дәрі-дәрмектер, Е витамин жеткіліксіздігі, бағана айтып кеттік, созылмалы ағымды аурулар кезінде, туберкулез, ісік және анорексия. Анорексия кезінде осы жүректің қоңыр атрофиясы байқалады. Анорексияның екі түрінде байқалады. Ол кәрілік анорексияда және гипофиздік анорексияда байқалады. Асқынуы, яғни жүрекке қатысты болған соң жүрек жеткіліксіздігі, ал нәтижесі жағымды және жағымсыз. Жағымсыз өлім, ал жағымдысы, егер бұл алғашқы сатысында болса, жүректің қоңыр атрофиясы, ол бағана липофуцин резорбцияға ұшырап, яғни қайта сорылуға ұшырап, жүрек қайта қалпына келуі мүмкін. Осыны жаттап алыңыздар. Ол бізде үшінші препарат. Енді төртінші препарат. Төртінші препарат ол бізде ішек гангренасы. Бұны сразу табуға болады, негізі ішек гангренасын. Осындай қара түс, яғни гангренаның бәрі көбісі қара түсті болады. Ішек гангренасы. Атауы ішек гангренасы, жіктелуі. Бұл негізі некрозға кіреді. Некроздың ішінде гангрена. Гангренаның өзі екі түрі болады бізде, құрғақ гангрена және ылғалды гангрена. Бұл, яғни ішек гангренасы именно ылғалды гангренаға кіреді. Ал аяқтың, яғни қол басының гангреналары, ол бізде құрғақ гангренаға кіреді. Сипаттамасы, міне көріп отырғанымыздай қара. Неге қара? Себебі бұл жердегі қан пигменттерінің темір сульфидінен түзілгендіктен бозғылт қоңыр немесе қара түсті болып көрінеді. Яғни темір сульфиді деген сөз жаттап алыңыздар. Осының әсерінен қара болып көрінеді. Және бұл жерде шіріткіш бактериялардың да әсері жоғары. Ол бізде бактерия перфингенс, фузиформис, путрификанс, гистолитикус, протеус. Яғни осы бактериялар біздің шіріткіш бактериялардың әсерінен осындай иісі, сондай шіріген иіске ұқсайды және сасық иісті болады осы бактериялардың кесірінен. Және бұл кезде себептеріне айта кететін болсақ, бізде мезентериялық, яғни шажырқай артериялар бар ғой, артерия мезентерикус. Ол бізде білесіздер, аш ішекпен тоқ ішекті қанмен қамтамасыз етеді. Солардың эмболдармен, тромбоэмболдармен немесе атеросклероздық бляшкалармен бітелуінің нәтижесінде. Яғни некроз қай кезде дамиды? Яғни қан дұрыс жетпеген кезде, сол кезде дамиды. Ол осы бізде бағанағы қан тамырларының бітелуінің нәтижесінде пайда болады. Және веналық іркілеу және лимфостаз, лимфа айналымының бұзылуы, қан айналымының бұзылуы осы ішек гангренасының дамуына бір ықпал етуі мүмкін. Яғни қолайлы жағдай туғызады осы неге, ішек гангренасының пайда болуына. Бұл себептері болды, сипаттамасын айтып кеттік. Енді асқынуы бұл бізде некроз ошағының іріңдеуі. Некроз ошағы уже бактерияларға қолайлы орта болып табылады ғой. Оларға қайтадан бактериялар түсіп, өз жері іріңдеп, бағана септикопемия дамуы мүмкін, яғни қанға түсіп, одан адамның өліп кетуі мүмкін. Бұл асқынулардың нәтижесінде. Ал нәтижесіне келетін болсақ, ол бағана жағымды нәтижесі, бұл яғни қатты асқынып кетпейтін болса,
бұл жерде демаркациялық қабыну болады ең бірінші. Осы демаркациялық қабыну оның шекарасы болады демаркациялық қабынудың, және оны ортасындағы демаркациялық аймақ деп атаймыз. Бұл жерде егер қатты асқынбаса дәнекертін жайлауы мүмкін, және де ол жерде инкапсуляция, яғни организация, оның беріштенуі байқалады, және ол жерде киста пайда болуы мүмкін. Бұл бізде жағымды жақтары. Яғни көбінесе жағымды жақтары кезінде осы созылмалы аурулар, гангрена болсын, жағымды жақтарына көбінесе осы дәнекертіннің беріштенуі, яғни организация, инкапсуляция, киста деген заттар көбінесе жағымды жақтарына кіреді. Себебі адамға ол функциясын атқармауы мүмкін орган, бірақ ол жерде яғни іріңдік процестер еш нәрсе болып жатқан жоқ, яғни қанға түсіп ол адамның өліміне алып келмеуі мүмкін. Ал жағымсыз жағы ол наоборот сол ошақтың іріңдеуі, және оның бағана септикопемияның сепсисінің нәтижесінде ол өлімге алып келген. Бұл уже жағымсыз жағы. Бұл енді 4-ші препарат кетті, ішек гангренасы. Түсінікті ғой, осы жерге дейін? Или түсінбейтін жерлеріңіз болса, айтсаңыздар, мен тағы да түсіндіріп жіберейін. Мынау препараттар ғой, міне ішек гангренасы. Уже бұны сразу табуға болады, ішек гангренасын. Яғни міне ішекте екенін көруге болады, және қара түсті уже некроз жүріп жатқанын, гангрена болып жатқанын байқауға болады. Жалғастыра берейін ба, сұрақтарыңыз жоқ па? Жалғастыра беріңіз. 5-ші препарат, ол бізде бауыр гемангиомасы. Гемангиома ол бізде уже осы соңғы өткен тақырыптарыңыз ғой, мынау ісіктер кезіндегі. Бауыр гемангиомасын тоже сразу табуға болады, бір қарап. Өйткені мына жерде уже домалақ немесе сопақша тәрізді қан үйінділері сияқты затты көруге болады. Бұл басқа препараттарды кездеспейтін белгі болып табылады, оны сразу анықтауға болады. Атауы бауырдың каверналық гемангиомасы. Бұл жерде түрін көрсетіп кеткен маңызды. Негізі гемангиоманың өзінің түрлері бар ғой, капиллярлы гемангиома, каверналық гемангиома және венозлық гемангиома деген. Осы бауырда именно каверналық гемангиома болады. Соны мына жерге атауында көрсетіп кету керек. Жіктелуі, яғни ісіктердің жіктелуін жазамыз бұл жерде. Ісік, негізі жіктелуін осылай жазған дұрыс, яғни сызықша арқылы, немесе стрелкамен. Ісік, қатерсіз мезенхимал ісік, соның ішінде бауырдың каверналық гемангиомасы. Осы жіктелуін осылай жазу керек. Және жіктелу өте маңызды болып табылады, себебі көп апайлар осыны требовать етеді. Жіктелуін жазбапсың, классификациясын жазбапсың деп айтады. Сол үшін жіктелуін жақсылап жаттап алыңыздар. Сессияда сұрайды көбінесе. Енді сипаттамасы, бауыр түнінде әртүрлі мөлшерде инкапсуляцияланған. Мына жерде мысалы үлкен болып тұр, мына жерде кішкентай болып тұр, міне. Инкапсуляцияланған дегеніміз, яғни шеттерінің беткейлері тегіс, яғни кәдімгі домалақ немесе сопақша тәрізді болып көрініп тұр ғой. Инкапсуляцияланған айқын шекаралар бар, түйіндер мен түйіндердің конгломераттарын көруге болады, және ол бізде қанның көптігіне байланысты. Мысалы бауырды білесіздер, жақсы қанмен қамтамасыз етіледі. Соның нәтижесінде бұл жерде бізде яғни қанға байланысты цвет қызыл көкшіл түсті екенін көруге болады, және кесінде де кескен кезде бұның губка тәрізді екенін байқауға болады. Бұл макро сипаттамасы. Бағана айттым ғой, микро сипаттамасын жазбаймыз, бұл жерге тек макро сипаттамасын жазамыз. Яғни әртүрлі мөлшерде инкапсуляцияланған айқын шекаралы бар түйіндер, қанға толы түйіндерді көреміз. Кесінде де губка тәрізді. Бұл сипаттамасы, макро сипаттамасы. Енді бұл себебі полиэтиологиялық, яғни полиэтиологтың көп себеп бұған әсер етеді бауыр гемангиомасының пайда болуына. Және бауыр гемангиомасы бағана біз қатерсіз ісік дедік қой. Яғни ол бізге қатерлі ісікке, яғни ракалды процесс болып табылуы мүмкін. Себептерін айта кететін болсақ, ең бірінші ол тұқым қуалайтын патология, тұқым қуалаушылық, яғни отбасылық анамнезін қарауымыз керек. Екіншісі ол эмбриогенез бұзылысы салдарынан пайда болуы мүмкін. Оған эмбриогенез дегеніміз, яғни жатырда анасының құрсағында жатқан кезде дамуы мүмкін. Оған бізге ықпал ететін заттар ауыр вирустық инфекциялар, жүктілік кезінде және анадан балаға өтуі мүмкін. Эмбриогенез бұзылысы бұл. Үшіншісі, шала туған балаларда, бауырдың қан тамырлар жүйесі және басқа да аурулар бар адамдарда дамуы мүмкін. Және көбінесе бұл әйелдерде жиі дамиды, эстроген жоғарылауының себебінен, және бағана бауырдың патологиялық кезінде дамиды. Енді даму механизміне. Даму механизмі негізі ісіктердің көбісінде бірдей болып келеді. Даму механизмі негізі ісіктер білеміз ғой, қалай дамитын механизмін. Ол көбінесе этиологиясына байланысты болады. Ол негізі өзі 5 сатыдан өтеді, даму механизмі ісіктердің. Ең бірінші ол регенерацияның бұзылуы, екінші гиперплазиялы, дисплазиялы ісік алдылық өзгерістер. Білесіздер ғой, гиперплазия дегеніміз не, дисплазия дегеніміз не? Білмесеңіздер түсіндіріп кетейін. Гиперплазия дегеніміз, яғни жасушаның
көп деген бөлінуі нәтижесінде, ал дисплазия деген сол жердегі тіндердің басқа тіндерге өзгеруін осы дисплазия деп атаймыз. Және үшінші сатысы ол бізде пролиферациялы жасушада қалыптасатын малигнизация, яғни қатерлену. Төртіншісі ол ісіктік бастаманың қалыптасуы, және бесіншісі ол бізде уже асқынған сатысы ісіктің прогрессиясы болады. Бұл бізде даму механизмі. Ісіктерде көбінесе осы даму механизмі бір дей жүреді. Енді асқынуларына келетін болсақ, бұл жерде бауыр гемангиомасының жарылуы мүмкін, соның нәтижесінде ішке қан кетуге және геморрагиялық шокқа келуі мүмкін, және осы геморрагиялық шоктың әсерінен адам қайтыс болып кетуі мүмкін. Және басқа мүшелерді біреудің микрофоны қосылып тұр ғой деймін, иә? Болды, дауысым естіліп тұр ғой, иә? Все болды. Және бағана бұл гемангиома деген басқа нервтерді немесе бағана үлкейіп жатыр ғой, анау домалақ қан толым. Сол басқа қан тамырларды немесе нервтерді қысуы мүмкін. Соның нәтижесінде бағана бауырда басқа да патологиялар көрінуі мүмкін. Осы асқыну болып табылады. Ал нәтижесіне келетін болсақ, жағымды нәтижесі және жағымсыз нәтижесі бар. Бірінші жағымды нәтижесі ол хирургиялық ем. Яғни хирургиялық емде біз лобэктомия жасаймыз, яғни бауырдың бір бөлігін алып тастаймыз, яғни сол каверналық гемангиомасы бар бөлігін алып тастаймыз, және ары қарай уже жазылу процесі болып кетеді. Ал жағымсыз процесі ол бізде осы ісіктерді жаттап алыңыздар. Жағымды процесі көбінесе бағана жағымсыз ол хирургиялық ем болып табылады, ал жағымсызы ол бізде малигнизация. Малигнизация дегеніміз оның қатерсіз ісіктің қатерлі ісікке айналуы, яғни қатерсіз ісікке айналып кетіп, ол уже метастаз беруі мүмкін ары қарай. Сол бұл жағымсыз нәтижесі малигнизация. Және гемангиома ісіктерінің жарылуы, ішке қан кету, және сол ішке қан кету нәтижесінде летальды нәтиже беруі мүмкін. Бұл жағымсыз нәтижелері. Малигнизация деген сөзді жаттап алыңыздар. Яғни ісік қатерсіз болса, соның всегда нәтижесіне, жағымсыз нәтижесіне малигнизациямен қан кету жазасыздар. Қан кету всегда болады ісіктерде. Потому что тіндер бұзылады, қан тамырларының қабырғалары. Соның нәтижесінде қан кету болады. Осы малигнизация, қан кету. Енді бұл 6-шы неге келдік препаратқа. 6-шы препарат ол бізде бас ми гематомасы. Бұны да сразу табуға болады гематоманы. Яғни қан үйінділарын көруге болады бас ми гематомасында. Мынау препарат қой деймін, сіздерде документте берілген. Осы соңғы сызған препарат. Мына жерде ошақты көруге болады, гематома ошағын. Осы жерде қан кеткен, осы жерге қан жиналған. Дайте ретімен бастайық. Бірінші атауы бас ми гематомасы деп жазасыздар. Екіншісі жіктелуі. Бұл жерге қан айналым бұзылысы. Бұл жерде тоже екі жіктелу бар. Бірінші жіктелу ол қан айналым бұзылысы. Яғни оның ішінде геморрагиялық, соның ішінде миға қан кету. Үйтіп жазасыздар, бірінші классификация. Екінші классификация ол бізде аралас дистрофия, хромопротеидтік, гемоглобиндік пигменттер алмасу бұзылуы, және соның ішінде гемосидериннің көп болуы, және жергілікті гемосидероз. Бұны өткен боларсыздар. Гемосидероз дегеніміз, яғни бағана гемоглобиндердің қан тамырдың қабырғасы бұзылды ғой, ол жерге қан құйылды. Біз қанның формалық элементтері ирритацияның құрамында гемоглобин бар екенін білеміз. Сол жерге гемоглобиннің жиналуы нәтижесінде ол жерге гемосидероз, яғни гемосидериндердің көп жиналуы, сидерофаттар, гемосидериннің көп жиналуы, гематоидин осыған кіреді барлығы. Қазір айтамыз оны. Оның бірақ көбінесе микросипаттамасына жазасыздар. Бұл жерде макросипаттамасында кішкене басқа нәрсе сұрайды. Зақымдаған міне сипаттамасы. Ең бірінші зақымданған ми тіндері жұмсарған. Себебі бағана қан жиналады ғой, и ол уже қыса бастайды да, уже ми тіндерін жұқартып тастайды. Және қуыс қалыптасқан, қуыстың ішінен қан үйінділарын көреміз. Бағана қан үйінділарын көреміз, қуыс қалыптасқан, және оның ортасында қою қызыл түсті. Міне осында айтып қою қызыл түсті гематоидин пигменті жиналған. Міне қою қызыл түсті гематоидин пигменті жиналған. Гематоидин пигменті ол бізде түзілу уақыты 7 күн. Ол бізде патологиялық пигмент болып табылады. Патологиялық пигмент. Ал шет жағында, міне шет жағын қарап тұрсаңыздар, мына жер қоңыр қызыл түсті болып тұр ғой. Ол бізде гемосидерин. Мына ортасындағы гематоидин болады, ал шет жақтарындағы гемосидерин. Ол бізде 24-48 сағаттан кейін пайда болады. 24-48 сағаттан кейін пайда болады. Бұл бізде гемоглобиндік пигмент болып табылады.
Және бұл бізде бүйрек қарыншаларының жыртылуынан қан құю пайда болған. Мына жерде бүйрек қарыншаларының жыртылуынан пайда болған. Және бұл жерде мидың ісінуін көруімізге, осының асқынуы нәтижесінде ми ісінуі пайда болуы мүмкін. Және ми сайлары тегістелген, мидың қатпарлары тегістелген, қарыншалары кеңейілген және сұйықтықта қан қоспасы болуы мүмкін. Осы неде бағана айттым ғой. Міне ми тіндері ісінген, ми сайлары тегістелген, тегістелген, қатпарлары тегістелген, қарыншалары кеңейген және сұйықтықта қан қоспасы болады. Және де ары қарай миішілік гематома травматикалық емес және травматикалық деп бөлінеді негізі. Травматикалық емес ол бізде цереброваскулярлық ауруларда, яғни қан тамырларының ауруларында болады, ал травматикалық ол ми жарақаттары кезінде пайда болуы мүмкін. Бұл жай әшейін классификация ретінде қосымша жазылып кеткен нәрсе. Негізі сипаттамасында бағана алдында айтылған заттарды жазасыздар. Бағана қуыс пайда болған, ми тіндері ісінген, қарыншалар кеңейген деген заттарды. Енді себептері ол бізде ең бірінші қан тамырлар қабырғасының жыртылуы, аневризмасы болуы мүмкін, және олардың қан тамырлар қабырғасының біртіндеп желінуі және өткізгіштігінің артуы. Өткізгіштігінің артуы, осы қан біртіндеп желінуі, ол көп осы инфаркттардың негізгі себептері болып табылады. Яғни бағана жүректің инфаркты болсын, мидың инфаркты болсын, осы себептерді көп жазасыздар ғой. Сосын бұл жерде қабыну үрдісі дамыған склероздық үрдістер кезінде тоже осындай себеп болуы мүмкін ми инфарктына. Және жүйелік васкулиттер, инфекциялық және инфекциялық аллергиялық аурулар және гемобластоздар, коагулопатиялар кезінде тоже осы ми инфаркті дамиды. Негізі бастапқы себептер ол бізде бағанағы аневризма ғой негізі. Мидың қан тамырларының қабырғасының жұқаруы нәтижесінде ол бізде көбінесе гипертониялық криз кезінде байқалады. Себебі гипертониялық криз кезінде ол көп қысыммен қан келеді ғой қан тамырға. Ол көп не істей бергендіктен қан тамырлар жұқарып кетеді да, олар жұқарғаннан кейін ол аневризмаға дамып, оның жайрылуы нәтижесінде осы бізде бас ми гематомасы, яғни миға қан құюы пайда болады. Асқынулары гипертониялық инсульт және ми артериясының аневризмасы. Ол асқынуы нәтижесінде пайда болады. Ал нәтижелеріне жағымды және жағымсыз нәтижесі. Жағымды нәтижесінде қан толық тарап кетеді, яғни оның резорбциясы болады және ол жерде киста қалыптасады. Киста дегеніміз, яғни сол жерде уже қуыс сияқты зат пайда болады, киста қалыптасады және ол жер қабықпен шектеледі, инкапсуляция, және гематоманың дәнекер жайлайды. Жағымды нәтижесі. Ал жағымсыз нәтижесі ол бағана инфекциялар сол неге түсіп, қан үйіндісіне түсіп, ол іріңдеп, ары қарай организмге тарап кетуі мүмкін. Бұл жағымсыз нәтижелері. Бізде 3 минут қалыпты. Басқа зум ашамыз ғой деймін аға? Қазір үлгермейтін сияқтымын екіншісін, жүрек гипертрофиясын. Қазір тағы бір ссылка жіберемін, сосын кіресіздер.